адам дүниеге шулы келмейді, тыныш келеді. Алайда артында дауылдай әсер қалдырады. Бейсен Құранбек сондай адамдардың бірі. Қарапайым, бірақ үлкен жүректі. Ауылдың қара баласы, арман үлкен, тек журналист емес, ел жанашыры болғысы келді. Сіз Бейсен Құранбектің қарапайымдылық жағынан қандай қасиеттерін айта аласыз? Сұрағыңызға рахмет. Бейсен Абайұлы қарапайым адамның ішіндегі ең қарапайым жаны сол кісі деп айтуға болады. Өйткені ол кісі қандай жерде басшылық қызметте болмасын, қандай атақты журналист болмасын, кез келген ортада өзін өте қарапайым ұстайтын. Ол кісі бір атақтың болмаса, бір мәнсаптың болмаса, бір басқа бір нәрсенің құлы болып көрген жоқ. Ол кісі руханиятпен осы журналистика саласының маманы болып өтті. Ол кісінің арқасында мен Талдықорған қаласындағы нөмір 19 кәсіптік училищеде білім алған болатынмын. Ол кісі ол кезде қарапайым қызметкер емес, білдей жетісу телерадио корпорациясының басқарма төрағасы болып тұрған тұстың өзінде ол кісі мені қолымнан жетектеп, сол оқу орнына барып, өз қолыменен мені түсіріп, өз қолымен мені оқытқан болатын. Ол әр ортада, мысалы өзінен кейінгі жастардың барлығына, балалар болсын, жастар болсын, барлығымызға батырым дейтін. Ол кісінің еркелік сөзі, жаңағы қасиеті осында болатын. Енді Бейсен аға, мысалы, қазір қандай жерге барып отырмасын, ол кісінің кабинетіне барған кезде, қабылдауына барған кезде, қабылдау өзі отырған жаңағы бөлмесінен, қабылдау бөлмесіне шығып, адамдарды сөйтіп қарсы алып, күтіп алатын. Ол оның атағына болмаса, дәрежесіне болмасына, кімнің кеткеніне қарап емес, ол кісі адамды адамша сыйлай білетін, пайым парасаты жоғары, өте жүрегі кең азамат болатын. Біз соған қарап ол кісіге айта аламыз. Ол кісінің қарапайымдылығын, қарапайым өмір сүргенін, атақтың да, ақшаның да, басқаның да дүниенің соңынан қумай, адамдық қасиетінен айырылмаған ізгі азамат деп осы бағаны береміз деп айтатын едім. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Өздеріңізге де рахмет. Ол кетсе де сөзі қалды, ісі қалды. Жастарға үлгі, елге аманат. Журналистиканың ғана емес, адамдықтың мектебі болды. Қарапайым адамның үлкен тарихы жүректе сақталады. Бейсен Құранбек, жүректен шыққан үн. Мәңгі есте, мәңгі тірі. Ол сөзге сенді. Шындықты айту парызы болды. Айтуға оңай жобасында халықтың жан айқайын жеткізді. Қарекет арқылы мыңдаған отбасыға үміт сыйлады. Журналист емес, жүрек иесі еді. Ол камера алдында ғана емес, өмірде де шынайы болды. Қарапайым адамдардың мұның, үмітін, сұрауын елге жеткізді. Халық оған сенді, өйткені ол шындықты жасырмайтын.